керемет тағамды әзірлеу үшін бізге керекті азық-түлік. Көп азық-түлік кетпейді. Қараңыздар, үйдегі бар азық-түліктеріңіз болса болды. Кішкентай шегілген, тартылған ет аласыз. 300 граммдай болды. Міне жұмыртқаны алдық. Енді мынау кішкентай ғана қам деуге болады. Сіздер отбасыларыңыз көпке болса, мүшелері көбірек қамыр келсеңіздер болады. Енді бізге мынау ет асқанда, манты жасағанда, пельменге арналған қамыр сияқты қаттылау етіп, әдемі қамыр жасап алыңыз. Енді қолмен жұмыс істейміз. Пиязын тұрап атырмыз. Еттің мейлінше майда болып туралу керек. Сондықтан қалай турағыңыз келсе майдалап турай беріңіз. Міне мейлінше майдалап турадық. Енді осыны мына етпен араластырып, тартылған етпен әдемілеп ұрып алуымыз керек. Себебі бұл жерден ұрпамасаңыз болмайды. Біз тартылған еттен жасалған тағамды жақсы көреміз, ағаларым екеуміз. Себебі тісімізге жақсы, ішімізге жақсы, барғанда қорқылады деген ойдамызда, сөйтемізда сол тартылған етті көбірек қолдануға тырысамыз. Анандай кәдімгі сиырдың еті, жылқының еті майдалап турап қуырсаңыз да, тіске келген кезде ойланып қаласыңдар. Қанша 3 сағат қайнатсаң да жұмсақ болса да, жеп атқан кезде, тіске келген кезде ойланып қаласың. Ой, мынау не болды екен деп. Сондықтан мына қараңыз, ұрып алыңыз әдемілеп. Жұмсауға, жұмыс істеуге лайықтығы әдемілеп ұрып алыңыз. Міне енді дайын болған сияқты. Міне сәбізді 4 бұрыштап майдалап турайын дедім. Міне картопты да осындай 4 бұрыштап турап алып жатырмыз. Екеуі тамақ дайын болған кезде картопты, сәбізде екеуі бірдей көлемдікте болсын деген ойда туралып жатыр. Керемет тағам болуға тиіс. Міне қазанға да келдік. Қараңыз. Аздап сәбізі мен пиязын қуырып алыңыз. Сосын картоплын салыңыз. Енді картоплын да біраз қуыру керек. 5 минут қуырсаңыз болды. Енді осы жерге томат салсаңыз да болады. Мен анау соңына жатқан салатымның салдым міне. Салатты қосамын. Томат қоссаңыз да болады. Өзіңге бұрыштардың түр-түрін қоссаңыз болады. Бұрыш тәтті, көк бұрыш тәтті. Қалай қоссаңыз да болады. Енді осы жерде қалаған дәмдеуіштеріміздің бәрін қосып жіберіңіз. Қандай дәмдеуіштерді қалап оның бәрін қоса беріңіз. Туғының жиғанарын. Біздің үйдегілер кинза деген ұнатпайды. Қосам десеңіз осы кинзаны қосыңыз. Енді бұл жерге су керек.
Қайнап тұрған суымыз болса, қосып, асын жай қойып қойыңыз. Соған дейін қамырды жайып алу керек. Міне, жайып отырмыз. Әдемі болып тынып тұрыпты қамырымыз. Енді қараңыз, қазір мынау мәнті жайғандай қылып әдемілеп жайып алыңыз. Кәдімгі ет асқанда жайылатын қамыр сияқты жайылады. Сондықтан соның жұқалығымен әдемілеп жая беріңіз. Міне енді бір қасық, үлкен қасықпен етті салдық. Енді бұны жаю керек. Айланған қамырдың үстіне жан-жағын бәрін жайып алыңыз. Үйіңізде біз сияқты қарттарыңыз болса, мынау тіске жұмсақ керемет тағам болғандықтан дайындап берсеңіздер болады. Біз тағы да жасымыз келгеніне байланысты қамыр жегіміз кеп тұрады ғой, қамыр. Күріш, пүріш, сорпа, Алламыз кешірсін, қамырдың орны бөлек енді. Сол қамырды жегіміз кеп тұрады. 2-3 күнде болса да бір қамырдан жасалған тағам болса деп тұрасын. Сондықтан өзім сондай жасап беріңіздер. Бізде келін деген жоқ, себебі бізде ұлымыз жоқ. Сондықтан мен бұл тағамның бәрін өзім жасап беремін ағаларыңа. Келін жұмсау дегенді біз білмейміз. Оны түсінбейміз де. Бәрін әйтеуір өзіміз әкеп, Алла өзімізге қуат берсе, Құда қаласа өзіміз бітіріп жүреміз. Міне, өстіп әдемілеп жайып алыңыз. Енді мынандай таяқ бар ғой, үйіңізге тамақ заказы берсеңіз, таяғыңызбен келеді. Тамағыңызбен бірге таяқ келеді. Міне осындай таяқпен ораңыз. Ыңғайлы болу үшін орайсыз. Міне, сөйтесіз мына екі жағын дөңгелейсіз ба, әдемілік үшін. Бұлай өстіп қоя беріңіз. Міне енді жайлап сала береміз. Қалай салсаңыз да, қалай сыйдырсаңыз да жарасады. Міне, енді бір жарты сағат ұстасаңыз керемет тағам болады. Құда қаласа. Жай отта. Міне, 45 минуттай өтті. Қазір дастарханға барады. Міне 45 минуттай тұрды. Қараңыз, керемет тағам болды. Міне, енді жандағы тағамдарын бәрін қоя беріңіз. Картоғын, сәбізін. Тағы біреуін алайық қазір. Не болған білмей қалдық. Міне қараңыз. Сондай керемет тағам болды. Қазір бұны кесіп көрейік. Міне керемет тағам болды, қараңыз.
Міне менің осы әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің каналымды қолдап, қолпаштап жүргеніңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.